Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен картоп пен ірімшік қосылған табанан пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да оп-оңай. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Жаңадан келген оқырман болсаңыз, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа айранымызды қосамыз. Айранның температурасы маңызды емес. Содан соң ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде айранымыз кішкене ұлғаяды. Содан соң тұз саламыз, артынша ұнды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлық заттың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бізде өте жұмсақ, керемет қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып 30 минутқа тындырып қоятын боламыз. Сол арада салмасын дайындаймыз. Картопты алдын ала суға пісіріп аламыз. Піскен картоптарды картоп езгішпен езіп аламыз. Дәл пюре секілді етіп езіп дайындап аламыз. Содан соң бізге сулугуни ірімшігі қажет болады. Менде Эмир фирмасының сулугуни ірімшігі. Осыны үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Енді осы ірімшікті жаңағы езіп алған картоптың үстіне салып, үстіне дәміне қарай қара бұрыш, тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің табананымыздың арасына салатын салмамыз дайын. Ендігі кезекте тынып тұрған қамырымызды алып, тағы да бір жақсылап қайтарып илеп жібереміз де, осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 6 дана бөлікке бөлдім. Қаласаңыздар 8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді қалауыңызша табаңыздың көлеміне қарай жасайтын боласыз. Мен 6 дана бөлікке бөлдім. Әрбір бөлінген қамырымызды дөңгелек көшелердің формасына келтіріп дайындап аламыз. Барлық қамырымызды күлшелеп алғаннан соң, жаңағы дайындалған салмамызды да дөңгелек етіп форма келтіріп аламыз. Осылай қазір арасына салғанда өте ыңғайлы болады. Осылай 6 бөлікке бөліп, дөңгелек етіп дайындап аламыз салмасында. Ендігі кезекте кішкене ұн себе отырып, қамырымызды оқтаудың көмегімен кішкене ғана үлкейтіп жайып аламыз. Дәл видеодағыдай жасап, кішкене үлкейтіп алып, қазір арасына салмасын салатын боламыз. Біздің қамыр өте жұмсақ, өте керемет болғандықтан жайылуы да өте оңай болады. Мінекей осылай кішкене үлкейтіп алғаннан соң, арасына салмасын салып, қамырымызды жақсылап біріктіріп түйіп шығамыз. Ашылып кетпейтіндей жақсылап жабыстырып алыңыздар. Содан соң қамырымызды қолымызбен осылай басып үлкейтетін боламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Осылай дәл қолыңызбен жасасаңыз өте ыңғайлы. Енді кішкене оқтаумен жайып аламыз. Табаңыздың көлеміне қарай жаясыз. Қамырды жаю барысында оқтауды тым қатты салмақ салып басуға болмайды. Жай ғана жеңіл жүргізіп өтсеңіздер жеткілікті. Мінекей осындай қалыңдықта қамырымызды жайып дайындап алдық. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, каналыма жаңадан келіп жатқан оқырман болсаңыз, көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өйткені менің каналым сіздер үшін өте пайдалы болады. Алда өте керемет рецептермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, видео рецептер ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.
Барлық таба нандарды жайып дайындап алғаннан соң табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Құрғақ табаға салып пісіретін боламыз. Ешқандай да май құймаймыз. Құрғақ табаға жайып алған таба нанымызды салып, осылай бастапқыда кішкене айналдыра отырып пісіретін боламыз. Піскен кезде өзі кішкене нанның иісі сияқты иіс шығады. Асты қызарғаннан соң екінші бетіне аударатын боламыз. Асты піскен кезде беті осылай кішкене ісіп, қамыр көтеріледі. Содан соң мінекей екінші бетіне аударамыз. Өте тез піседі, қарап тұрыңыздар. Екі бетінде жақсылап қызартып пісіріп алғаннан соң міндетті түрде ыстықтай бетіне сары май жағып қойыңыздар. Сол кезде өте дәмді, жұмсақ болып, дәмі одан сайын керемет болады. Қалған қамырды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Кейінгі қамырларыңыз дәл осылай ісініп, ішіне ауа толып қалса, оны қорықпаңыздар, қатты баспаңыздар, жарылып кетуі мүмкін. Бұл қазір оттан алғаннан соң өзі-ақ басылатын болады. Мінекей бетіне ыстықтай сары май жағып қоямыз. Ыстықтай дастарханға ұсынып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы да оп-оңай. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздің отбасыңызға да ұнайды деген ойдамын. Отбасыңызды дәмді тағамдармен әрқашан қуантып жүруді ұмытпаңыздар. Дәмді тағамдардың рецептісін әрине менің каналымнан таба аласыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар.